Сәлем достар, бүгін сіздермен айтылатын тақырып антика мәдениетіндегі философия. Яғни бұнда антикалық философия латын тілінен антикитус, ежелгі біздің заманымызға дейінгі 6 ғасырда осы Сократқа дейінгі философиядан басталып 529 жылы Афинада соңғы философиялық мектептер, яғни императорлар Юстиниан бір жарлығы мен осы жабылғанға дейін жалғасқан. Онда, яғни, ежелгі грек және ежелгі Рим философиясы біздің заманымызға дейінгі 6 ғасырдан дәстүрі бойынша Фалес алғашқы антикалық философ, ол және де Боэцей соңғы антикалық философ саналған. Ежелгі ертедегі Грекия, осы Грекияның алғашқы философтары стихиялы реализмдік бағытты ұстану арқылы ерекшеленіп отырған. Осы бүкіл дүниені тұтастай алып қарап, әлемнің дүниенің түп негізін, алғашқы осы бастамасын, түп нұсқасын, яғни элементін табуға тырысқан осы ғалымдар. Олар дүниені қалай пайда болды, неден жаралды, ең бірінші не пайда болды, бәрінің негізі не деген осындай сұрақтар қойып отырған. Антикалық философтарды натурали философтар деп аталады. Өйткені олар философиялық ойларын табиғи құбылыстармен байланыстырып, тұжырымдама жасауға тырысып отырған. Ертедегі антикалық философия өзінің даму тарихында 3 кезеңнен өткен. Ол ең біріншісі Сократқа дейінгі кезеңдік философиясы. Бұнда біздің заманымызға дейінгі 7 және 6 ғасырларда бұл кезеңде натур философиялық көзқарас басым болды. Өйткені осы Милет және де Эллей, Пифагор, осы ойшылдар софистер мектебінің қалыптасуымен қатар атомдық көзқарастарының негізгі қалаған ғалымдар болған. Және де екінші кезеңіне тоқталатын болсақ, классикалық кезең. Бұл кезеңде біздің заманымызға дейінгі, яғни 4 ғасырда қамтитын болған. Онда Платон мен Аристотель философиялық еңбектерімен ерекшеленіп отырған. 3 кезеңге тоқталатын болсақ, римдік эллиндік кезең. Онда біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырдың соңы мен біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырдың басы аралығында осы стойктер, скептиктер және де эпикуршілдік мектептер басымдылық танытып отқан кезең болған. Осы 3 кезеңде. Осы мектептері арқылы осы антикалық мәдениеттің даму тарихы, осы ең бірінші алғашқы бастау мәселелері, осы философиялық алғашқы бастау ұғымының, яғни әртүрлі түсіндіретін 2 бағыт қалыптасқан. Оны ең бірінші философтар алғашқы бастау материалдық түрде болады деді. Мысалы, ол Фалес суды, яғни Анаксимен ауаны, Гефаклит отты, Анаксагор заттардың, яғни тұқымын алғашқы бастау деп қарастырған. Эмпедокл 4 элементті, яғни алғашқы бастау дейді. Эквимет пен Демокрит атомда алғашқы осы құбастау деп айтқан. Оның екінші бағытындағы философтар зат емес, идеалды түрдегі, яғни рухани алғашқы бастаудағы осы мойындап келген. Мысалы, осы Пифагор алғашқы нәрсе деп цифрды көрсеткен болатын. Екінші кезеңде, екінші мәселесін айтатын болсақ, ол қозғалыс мәселесі болған. Бұл мәселеде екінші бағыт қалыптасты.
және де осы Гераклит дүние ұдайы қозғалыста деп есептеп отырған. Бір өзенге 2 рет түсе алмайсың. Себебі ағын су осы лезде өзгеріп кетеді деп айтқан. Гераклит қарама-қарсылықтың барлығы бірлігі туралы пікір айтты. Осы кейбір философтар қозғалысты ойлау мүмкін емес деп шешкен. Мысалы, Зенон Элейский мынадай жаңағы апорелерді айтып отырған. Ахилл тасбақаны қуып жете алмайды, ал атылған садақ ұшпайды. Қашықтықты шексіз 2-ге бөлгендіктен бір нүктеден және де екінші нүктеге жету мүмкін болмайды деп айтқан. Бұл ойдағы қайшылықтардың бір көрінісін осылай мысалдар арқылы жеткізіп отырған. Осымен осы сабағымыз аяқталды. Сіздер мұқият тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.